Баршаға сәлем. Бүгін дорама сүйгіштер ұсынысына байланысты 2024 жылы жарық көрген. Өте тамаша детектив жанрында түсірілген «Чеболь против детектива» деп аталатын телехикаяның 3 бөліміне қысқаша мазмұн жасайтын боламын. Достар, алда бірақ бөлімі қалды. Сонымен осы дораманы да аяқтаймыз. Ал бастайық ендеше. 2 бөлімнің соңында жалға берілетін мекемеден тағы да бір ер адамның мәйіті табылған еді. Сосын көп өтпей ол жерге Канхён бастаған топ жетіп келіп, тергеуді өз қолдарына алады. Анықталуынша, бұл ер адам белгілі IT маман екен. Алғашында қалай, неге өлген деген сұрақтарға жауап таба алмайды. Себебі мәйіттен ешқандай зорлық-зомбылық белгілері жоқ еді. Сосын марқұмның әйелінен сұрақ жауап алуға барады. Әйелінен нақты жауап ала алмайды. Ал судмед экспертизасы марқұм сусыздықтан қайтыс болған дейді. Бірақ барлығы қасында су болған, неге оны ішпеген деп ойланып қалады. Соны анықтау мақсатында марқұмның машинасының бейне жазбаларын қарайды. Одан ештеме таппайды. Сосын соңғы рет психологпен кездескенін анықтайды. Канхён Жинесуды ертіп сол доктордың қасына барады. Психиатрдың қасына кіргенде Жинесу бұрында ол жерде болғандай сезінеді. Сосын сол психиатр тергеу өткізу үшін ордермен келіңдер деп қайтарып жібереді. Ал Канхённың серіктестері марқұмның іс басқарушысынан сұрақ жауап алуға барады. Оның үйіне келсе, есігі ашық екен. Сөйтсек, оны да біреу өлтіріп кетіпті. Сонымен басқа тұратын 2 қылмыс. Біреуі сусыздықтан өлген, ал екіншісін бауыздап кеткен. Сосын Жин Есу үйіне келіп, үйіндегі сувенир мен психологтың кабинетіндегі сувенир екеуі бірдей екенін ойланып ұйқыға кетеді. Сосын өткеніне байланысты жаман естеліктер тағы да түсіне кіреді. Ертеңіне ордерін алып Канхён екеуі психиатрдың жұмыс орнына барады. Бірақ тағы да ілік боларлықтай еш жауап ала алмайды. Сосын марқұмдардың сол күнгі хат алмасқанын, сұхбатын анықтайды. Онда мәлім болуынша, ол екеуі адамдарды шантаж қылу арқылы қорқытып табыс тапқан екен. Оның дәлелін флешкаға жүктеп жасырып қойыпты. Бәрін біліп, Канхён мен Жинесу екінші марқұмның үйіне флешканы табу мақсатында тағы да барады. Ол жерге кіре сала бір ер адам Жинесуға тап береді. Сосын екеуі алысып кетеді. Бірақ әлгі күдікті Жинесуды кісендеп өзі сытылып қалады. Дегенмен Жинесу амалын тауып ол адамды өзі құрықтайды. Оған Канхён қатты уайымдап іс-әрекетіне ашуланады. Сосын әлгі күдіктіні тергеуге алады. Тергеу нәтижесінде ол күдіктіні бір дөкей жалдапты. Себебі марқұм ол дөкейді де шантаж жасап қорқытқан екен. Сол себепті адам жалдап әлгі флешканы табуын бұйырыпты. Ертеңіне Жинесу анасының қабіріне барып зиярат етеді. Сол сәтте бір адам туысқанын көруге келіпті, бірақ құжатты қасында болмаған соң оны зиратқа кіргізбейді. Соны көрген Жинесу флешканың қай жерге жасырылғанын пайымдайды. Соған көз жеткізу мақсатында Канхёнды алып мазаратқа барады. Әлгі марқұм жігіт флешканы шынымен атасының зиратының басына жасырған екен. Флешканы алып тексере бастайды. Оның жадында кілең бай бағландар бейнеленген. Олар психиатрға барып сеанс қабылдағандар екен. Соларды бейнеге жазып алып, сол арқылы шантаж жасапты. Сосын Жинесу осының бәрін психиатр жасаған дейді. Бірақ оған дәлелі болмайды. Себебі барлығын гипноз арқылы жасапты. Ол сөзге серіктесі сенбейді. Сосын Жинесу екеуі бәс байлайды. Ал сенбеген серіктесі Жойон сол доктордың қасына барады. Ол жігіт Жинесуды жек көретін еді. Бірақ психиатрға Жинесуды жақсы көріп қалуды қалаймын деп айтады. Психиатр сеансын өткізеді. Сосын Жойон жұмысына қайтып, бәрі өтірік екен дейді. Сол сәтте Жинесу қолын жарақаттап алады. Ал серіктесі Жойон гипноз әсерінде Жинесуға барынша қамқорлық жасайды. Оны көріп барлығы доктордың гипнозы күшті екеніне көздері жетеді. Жинесу ертеңіне психиатрдың ұстазынан көмек сұрап барады. Кейін Жинесу психиатр әйелді кездесуге шақырады. Бұл бекерге емес еді. Ұстазы профессор психиатр әйелді гипнозға түсіріп барлық қылмыстарын мойындауға мәжбүр етеді. Соның нәтижесінде барлығы қалай болғанын айтып береді. Әлгі басында өлі табылған жігіт психиатрдың пациенттері байлар екенін біліп барлығын бейнеге түсірген екен. Сосын артынан ақшалу мақсатында осы уақытқа дейін қорқытып келіпті. Ақыры шыдамаған психиатр әйел әлгі екеуін гипноз арқылы өз-өздерін өлтіруге мәжбүрлепті. Осының бәрін айтып болып, доктор гипноз тәсірінен оянады.
Жинесу бұл қылмыстық істі де сәтті аяқтайды. Сосын психиатр Жинесумен кездескісі келетінін айтып, Жинесуды шақырады. Жинесу психиатрдың өтініші бойынша түрмеге барып, онымен кездеседі. Психиатр Жинесуға күнде көретін түсіні айтып, ол естелікті мен жаратқанмын. Себебі анаңның өлімін көріп, қиын жағдайда қалып едің. Шын мәнінде анаң қалай қайтыс болғанын көргің келеме деп, Жинесуды қайта сеанс өткізуге көндіреді. Сол арқылы анасының қалай өлгенін есіне түсіреді. Кейін әкесіне барып, одан неге осы уақытқа дейін мен және анам жайлы өтірік айтып келгенсіз деп есеп сұрайды. Ал әкесі ұлының болашағы үшін осылай жасағанын айтып ақталады. Жинесу болған жағдайларды қорыталмай үйіне қайтады. Сосын бір қонақ үйді көрсетеді. Ол жер аруақтарға толы екен. Сол жерге бақсы жігіт келеді. Ол бар білген дұғасын оқып, түгел аруақтарды қуып шығады. Сосын шығып бара жатқанда бір бойжеткенмен соқтығысып қалады. Сол сәтте болды түсірілді. Келесі кадрға көшеміз деген режиссердің сөзі естіледі. Сөйтсек, бұның барлығы кино екен. Бүгінгі жұмыстары біткен соң барлығы үйлеріне тарайды. Ал әлгі актриса Бикеште қайтуға жиналады. Ертеңіне барлығы қайта жұмысқа келеді. Сол сәтте кешегі актрисаны өлі күйі табады. Ал продюсер киімдері қанға боялып орталарына кіріп келеді. Сосын бұл қылмысты тағы да Канхённың тобына жүктейді. Канхённың тобы қылмыс орнына жетіп келіп тергеу бастайды. Продюсерді басты күдікті ретінде тұтқындайды. Алдымен марқұм актрисамен соңғы рет кездескен адамдардан сұрақ жауап алуды бастайды. Бұл тізімде алғашқы болып актрисаның хатшысын тергейді. Хатшы кешке ерте қайттым. Себебі марқұм жігітімен кездесем деп айтты дейді. Сосын Жинесу қылмыскер деп күдікке ілінген продюсер өзінің бастағы наркоман дос екенін біледі. Кейін досымен сөйлеседі. Канхёнға досым есірткі қабылдайды, бірақ ол өлтірмеген, оған сенімдімін. Одан да жұмысшылардан сұрақ жауап алайық. Бір білсе солар білет деп. Жұмыс орнына барады. Кейін барлығынан сұрақ жауап алып, олар актрисаны бұрынғы жігіті өлтірді деген тұжырымды айтады. Ол сол кинода бақсы рөлін ойнап жатқан актер екен. Кейін сол актерді тергеуге алады. Бірақ оның сол күнге себебі бар болып шығады. Сосын сол күнгі бейне бақылауларды қарап, онымен өштескен тағы бір актрисаны байқап, сол актрисаның үйіне анығын білу мақсатында барады. Ол актриса барлығын жоққа шығарып, сол күнгі жағдайды алдын ала кадрға дайындық деп ақталады. Бұл рас болып шығады. Сосын марқұм актрисаның үйін тексеруге барады. Ол жерде көптеген бейне бақылаулар қойылғанын көреді. Сосын сол күнгі жазылған бейнелерді қарайды. Ол бейнелерде тек хатшысы ғана көрінеді. Сосын Жинесу осы өлтірген. Хатшыны қайта тергеу керек дейді. Бірақ оған дәлел табу керек. Сол мақсатта Жинесу мен Канхён хатшының пәтеріне барады. Ордері жоқ болған соң кіре алмайды. Бірақ Жинесу өз байлығын пайдаланып сол үйдің бастығын көндіріп сол пәтерге кіреді. Екеуі пәтерге кіріп өз көздеріне сенбейді. Себебі актрисаның хатшысы оған ессіз ғашық болып, үйінің барлық бұрышын соның суреттерімен толтырыпты. Кейін Канхён хатшыға өз қылмысын мойындату үшін жоспар құрады. Жоспар бойынша аяқталмаған киноны жалғастырып, актрисаның елесін бейнелеп, сол күнгі қылмысты көрініс ретінде көрсетеміз, сол арқылы хатшының өз қылмысын мойындатамыз дейді. Бұл олар ойлағандай болып, актрисаның хатшысы өз қылмысын мойындайды. Сосын досына барып, есірткі қабылдайтыныңды мойындап беріл деп оны босатады. Кейін Канхёнмен үйіне қайтады. Ал түнде Канхёнға бір еркек хабарласып, мен бәрін мойындап, сізге барлық айғақтар жазылған флешканы бергім келеді, кездейік деп шақырады. Канхён келісілген орынға келіп, ол адамды таңға дейін күтеді. Бірақ оны басқа топ мүшелері кездесуге жетпей өлтіріп кетеді. 3-ші бөлім осы жерде аяқталады. Достар, осы телехикаяның жалғасы тезірек шықсын десеңіздер, бейнеге лайк басып, комментарияға жалғасын күтеміз деп жаза кетіңіздер. Сонда бейнелерім сіздерге ұнап жатқанын білемін. Ал жақсы күнде кездескенше достар.